Как я понимаю, чуть-чуть, ну не көрініп қаттыға да. Бірақ дауыстың качествосы ең бастысы дұрыс шыққан дұрыс. Екінші жаттығу енді жабық ауыздан ашық дыбыстарға өтеміз. Ең бастысы осы кезде мұқият болу керек. М әріпін қалай айттық, қандай сапада айттық, А әріпінде солай айтуымыз керек. Мысалға, асқақтатып жоғарыда айтқанымыз керек. Осылай дұрыс. Ал былай істеген қате, қазір көрсетемін. Деп жасаған қате. М әріпін қалай деп шығардық. А әріпінде дәл солай айтуымыз керек. Объемный дыбыспен, мұрыннан да ауыздан да бір мезетте тыныс шығады. Екі, көрдіңіз, біріккен жаттығу. Жаңа бірінші жаттығудан қарағанда ұзағырақ болды. Сондықтан бір тыныс алып, арасын үзбей жасаймыз. Тістер бір-біріне тимейді, ашық, тек қана жабық ерінмен. Ал кеттік. Сіздің кезегіңіз. Жақсы. Жақсы. Ішке тыныс алуды ұмытпаймыз. Дыбысты жоғарыға жібереміз. Мұқият боламыз, мән береміз. Түсінгеніміздей, жоғарылаған сайын дыбысты мұрнынан шығара тырысамыз, ауыздан да, мұрнынан да. Кеттік, жалғастырамыз. Жақсы. Артқа қайтамыз. Тыныс алуды ұмытпаймыз. Ашамыз. Емін ерікпен өзімізді қинап шығармаймыз. Жақсы. Қарапайым, истинный звук. Бос жұмыс жасау керек. Өте керемет. Дыбысты ауыздан да, мұрыннан да деп шығаруымыз керек. Деп мына жақтан шығармаймыз.